Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерменен өте дәмді және ерекше болып шығатын және де өз уақыттарыңызды үнемдейтін, тез ғана дайын болатын тамақтың түріменен рецептін бөлісетін боламын. Ол үшін видеомды аяғына дейін көріп кетсеңіздер екен. Бізге осылай ұн қажет болады және де суымызға тұзымызды және бір дана жұмыртқамызды салып, барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Суымызды ұнымыздың үстінен салып араластырамыз және де азғантай сұйық майды құйып қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп болдық. Енді оны тындырып, бетін целлофанмен жауып, бір шетке алып қоятын боламыз. Осы арада салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осылай татылған ет керек болады және де бір дана пияз. Пиязымызды бүккіштен ірі көзінен өткізіп аламыз. Етіміздің үстінен пиязымызды саламыз, тұзымызды, қара бұрыш және кориандр салдым. Осылай дәмін келістіріп, біркелкі етіп араластырып, массамызды дайындап қоямыз. Қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Және де домалақ күйге келтіріп алып, қамырларымыздың екеуін де жайып аламыз. Қамырымызды қатты қалың етіп жібермей, жұқа етпей, орташа қалыңдықта жайып аламыз және де етімізді дәл осылай қойып шығасыздар. Арасына оқтау қойып істесеңіздер өте түзу және де біркелкі болып шығатын болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер және де видеомды аяғына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Менің каналымнан көптеген өзіңізге керекті рецепттерді таба алатын боласыздар. Бізде екінші жайылып алған қамырымызды үстінен осылай қойып шығамыз және де шеттерін түзулеп біркелкі етіп аламыз. Содан соң қамырларымыздың арасын қолымызбенен жабыстырып шығып, кез келген пышақпен немесе дөңгелетіп кесіп алсаңыздар болады.
Қамырларымызды дәл осылай кесіп алып, тақтайшаға қойып, тоңазытқышқа қойып алсаңыздар болады. Енді осы аралықта сорпамызды дайындап аламыз. Бізге қызып тұрған қазанымызға пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Енді тәтті бұрыштың қызыл түрінде қолдансаңыздар болады. Картопымызды саламыз, және де етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Етімізді алдын ала салсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Тұзымызды салып қуырып, менде бір қызанақты күштен өткізіп салдым. Томат ретінде өте керемет дәмі болып шығады. Енді суымызды құйып, қайнатып алатын боламыз. Дәл осылай сорпасымен жасасаңыздар, тамақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Қазанымыз қайнады, енді қамырларымызды жайлап салып, қайнатып пісіріп алатын боламыз. Сорпамызға аскөгімізді салып, тамағымыз дайын, кесеге құйып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте тойымды, керемет тағамдардың бірі. Түйіп отырмайсыз, уақытыңызды үнемдеп, осындай дәмді тамақты жылдам ғана дайындап бересіз. Назарларыңызға рахмет.